Бірінші сабақ 18-ші тапсырма мәтінді оқы. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Ұтымды жауап. Болашақ суретші бала бір күні 13 жыл қой бақтым, енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып аздаған тиын-тебен табады. Ол ақшасына қағаз бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хлудовқа салған суреттерін көрсеткенде ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткенін сұрағанда Әбілхан Қастеев: таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берген екен. Мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы. Әбілхан Қастеев туралы не білесің? Әбілхан Қастеев туралы мен білетінім, ол атақты суретші болған деседі. Әбілхан Қастеевтің Николай Хлудовқа берген жауабын топта талқыла. Оның жауабы: мен сурет салуды жас кезімнен бері армандап жүрдім, яғни далада қой бақсамда сурет салуға қатты қызығатынмын деп жауап береді. Мәтін кімнің атынан баяндалып тұр? Мәтін Әбілхан Қастеевтің атынан, яғни және де автордың атынан баяндалып тұр. Мәтіннен туынды сөздерді тап. Мәтіндегі туынды сөздер: суретші, Жаркентке, байларға, ақшасына, келгенде, сыныптық, көрсеткенде және тағы басқа сөздер туынды сөздер. 19-ші тапсырма мақалдың қатесін түзеп жаз. Ақылды жастан ақыл шығар, білімді қарттан нақыл шығар. Туынды сөздерді тауып, оларды сөз құрамына талда. Бұл жерде туынды сөз ақылды және білімді. Мақалдың мағынасын қалай түсінгеніңді айт. Мақалдың мағынасы: ақылды жастардан ақылды сөздер шығады, ақылды білім, ақылды ой шығады, және білімді қарттан жақсы нақыл сөздер, өмірге қажет болатын сөздер шығады. 20-ші тапсырма берілген жұрнақтарды қандай сөздерге қосып жаңа сөз жасауға болады? Берілген жұрнақтарды әсемпаз, кітапхана, өнерхана, аспазшы, талапкер, сәнқой. Осы жұрнақтарды жалғау арқылы жаңа сөздер жасауға болады. Жаңа сөздердің мағынасын түсіндір. Шығармашылық үзіліс. 21-ші тапсырма бір дыбыс 2 рет қайталанбайтындай етіп жаңа сөз жасап жаз. Үйшік, дәрігер, балық, және тағы басқа сөздер. Осымен сабақ аяқталды балалар. Түсінбеген тапсырмаларың болса комментарияға жазып сұрай берулеріңе болады. Және алғыс ретінде видеоға лайк басып комментария жазып кетсеңдер, мен қуанып қаламын.